Шымкентте мектеп мұңы бітер емес. Енді Достық шағын аудан тұрғындары арнамызға араша сұрап хабарласты. Балалар білім алу үшін күнде бастарын қатерге тігуде. Арнайы автобустың жоқтығынан оқушылар күнде қауіпті темір жолдың бойын қиып өтуге мәжбүр. Себебі аялдамаға жету үшін шәкірттер 6 шақырым жаяу жүреді. Мектепке берілген автобус бізге қайтадан берілсін. Соны талап етеміз біздер. Талап қойған Шымкенттегі Достық елді мекенінің тұрғындары баланы мектепке жіберу мұңға айналып барады дейді. Сөздерінше, бұған дейін 5 жыл бойы балаларды тасыған мемлекеттік көлік демеуші табылмай тоқтаған. Жолымызды дұрыстасын, алыс біз айтарында келгенде балдарымыз барамайды. Қыстың құрауда мынаның бәрі су алады бізде. Қар жауылатқан кезде балдарын деген су болып келеді. Сол себепті бізге өз автобусымызды мектептің автобусын қайтарсын. Бұған дейін сабаққа мектеп автобусымен барып келген Достықтағы оқушылар қазір қоғамдық көлікпен қатынап жүр. Оған жету үшін бірі 3 шақырым жолды артта қалдырса, бірі мына темір жолды кесіп өтуге мәжбүр. Бірақ әкімдік бөлген автобус бірде болса, бірде болмай күйдіріп жатыр дейді тұрғындар. Мына 139 маршрут жүріп жатыр қазір мектепке қарай. Бірақ жолдың нашарлығынан Абдир көшесінің біреу кірсе, біреу кірмейді. Оқушыларымыз жаяу барады, біреу жаяу келеді. Ертең қыс ауасы болғанда қараңғы түседі, жарық жоқ көшеде. Ал мектеп басшылығы заң шеңберінен шыға алмаймыз деп ақталды. Сөздерінше, мегаполистерде мектеп автобустары жүрмеу керек. 2003 жылы шыққан ереже 4 жылдан бері республикалық маңызы бар қала Шымкентте биылдан бастап күшіне енген. Негізі мектептің автобусы бізге қажет. Себебі мынау 139 автобусты дәл қазіргі жүру жағдайын көңіл көншітпей тұр ғой. Жолдың мәселесі бар бұл жерден, біраз проблемалары бар. Сондықтан мектептің автобусы жүрген дұрыс. Не автобусқа, не мектепке жарымаған бұл мәселеге мән беретін билік өкілдері әзірге табылмай тұр. Қаладағы білім басқармасының басшысы да ата-аналар қоғамдық көлікті қанағат тұтуы керек деп қысқа қайырды. Назерке Күбасова, Илдар Жунусканов, Айбат, жаңалықтар қызметі.